Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз құрамы өте қолжетімді, оңай әрі тез дайындалатын миди пахлавасын дайындаймыз. Оған бір жұмыртқа және сұйық май, жылы су, ерітілген сары майымыз бен қаймақты қосып араластырамыз. Және 6% уксусымыздан бір ас қасық құйып, оған разрыхитель ұнымызды салып, жақсылап илейміз. Қамырымызға ұн көп қосылмауы керек, өте жұмсақ та болып тұру керек. Оны 8 бөлікке бөліп, алақанымызға айналдыра үйін қандырып аламыз. Оны дымқыл шүберекпен бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Және жүгері крахмалын араластыра отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамыр өте жұмсақ және айтқанды тыңдағыш, өте ыңғайлы. Қамырымызға жүгері крахмалын көп қоспауды қадағалаймыз, әйтпесе қамырымыз қолға жабыспайтын болып қалады. Қамырымыз ысып болған соң оны оқтауға жинап, екі жағынан жиырамыз. Оны осылай алақанымызбен баспай, жаймен жайып шығамыз. Оқтаудан жаймен ашып алуымыз керек. Және осылай аяқтарымыздың арасын алшақ-алшақ етіп ашып, дайындалған манкамызды осылай дөңгелек етіп, аяқтарымыздың үстіне қойып шығамыз. Осылай үстіне тағы да аяқтарымызды сеуіп, екі қапталымен үстін жауып шығамыз. Және қолдарымызбен осылай бүгіп, ортасын пышақпен кесіп аламыз. Және қамырымызды ескере кететін жайт, дәл сол тұрсында бүкпей, қамырымызды төңкеріп, астыңғы жағын бетіне қаратып, осылай бүгеміз. Дайын болған пахлавамыздың үстіне сары майымызды жағып, оны пешке 180 градусқа 20 минутқа қойып қоямыз. Пахлавамыз пештен шыққан бойда қайнап тұрған шербетімізді үстіне құямыз. Міне біздің пахлавамыз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ, қытырлақ болып шығады.